Ауыл аманаты бағдарламасы арқасында Батыс Қазақстан облысында 1140 тұрғын жұмыспен қамтылды. Бұл былтырғы көрсеткіш. Ауылдағы ағайынға 6,5 миллиард теңге несие берілді. Биылда өңірге осынша қаражат қаралған. Күні бүгін 1 миллиард теңге игерілді. Тұрғындардан түскен өтініштерді зерделеу барысында бұрынғыдай тек мал шаруашылығы емес, кәсіпкерліктің өзге бағыттарына да басымдық берілген. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы толығырақ әңгімелейді. Біз қазір Барбастау өзенінде тұрмыз. Қалауын тапса қаржанар деген жергілікті кәсіпкер ауыл аманаты бойынша несие алып, мынандай шағын ғана бассейндерде, судың ішіндегі бассейндерде тұқымын көбейтіп жатыр. Әрқайсысы 50 грамдық шағын шабақтар, күзге дейін 700-800 грамдық үлкен балықтарға айналмақ. Теректі ауданына қарасты Подстепный ауылының тұрғыны 35 жастағы Берік бұрын құрылыспен айналысқан. Алайда маусымдық жұмыспен тұрақты табысқа қол жеткізу қиын. Осыны ескере келе биыл кәсіпкерлікке бет бұрыпты. Екі ауылдасымен бірігіп кооператив құрған. Ауыл аманаты бағдарламасымен 18 миллион теңге несие алған. Бір тракторды лизингке рәсімдеген. Балық өсіруді бастаған. Мансап орталық арқылы одан кейін бір ихтиолог оқытылып жатыр. Сосын бір технолог, ихтиолог жаңа балықтың жағдайын, судың жағдайын қарап отыруға. Қандай жаңағы неше түрлі аурулар болады. Жағасында үлкен бассейн қаздық. Онда форель балығы. Форель балығы мына үлкен суда біздің табиғатқа, батыстың табиғатына келмейді, оған салқын керек. Сосын тағы да өзінің бір нормативтері бар, солардың бәрін условиясын жасасаң, ол да өсетін балық. Өзеннің 22 шақырымдық бөлігін жалғаған кәсіпкер суға 7,5 амур, доңғабақ, тұқы шабақтарын салыпты. Керекті балық көлемін жергілікті аграрлық университеті ғалымдары анықтаған. Мал өсіруге қарағанда балық өсірудің тиімділігі мол дейді Берік. 18 ай каникулмен алдық. Біздер каникул біткенше толықтай жауамыз деген үміттеміз. Біздің есебімізбен қазіргі ешқандай проблема жоқ. Бәрі ойдағыдай болып жатыр. Жемде жеп жатыр, өсіп те жатыр. Ауылымыздың сөрелеріне шығады, одан қалды район бар, одан қалды облыс бар. Қазір Оралында балықты өсірген жерде сатудан неден проблема жоқ. Енді үлкен көлемде алла болса жүріп кетіп жатқан жағдайда өңдеу дейді, переработка. Оны да ашамыз ба деген ойымыз бар. Берік секілді өз ісімді ашам деген Батыс Қазақстандық азаматтарға биыл 6,3 миллиард теңге несие берілмек. Тұрғындардан түскен өтініштерді қарау барысында жаңа жұмыс орындарының ашылуына өңдеу өндіруге басымдық беріледі. Былтыр тек несиені шілде айынан бастап берді. Сол себептен көпшілігі жаңағы 87%-ға жуығы мал шаруашылығына берілді. Биылғы жылы ауылдық жерде кәсіптің түрлері, ол жаңағы ауылдық жерлерде өндіру цехтарын ашу, ауылдық жерлерде жаңағы өсімдік шаруашылығы, соның ішінде мынау жылыжайлар, су бар жерлерде сол суларды пайдаланып, сол жерде көкөніс, бау-бақша өнімдерін егу. Одан басқа мынау ауылдық жерде жаңағы етті бағытта, сосын жаңағы жұмыртқалар, тауықтарды, соларды өсіру мақсатында соларға бағыт бұрдық. Күні бүгін өңірде ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 1 миллиард теңге игерілген, ал жалпы 447 жоба мақұлданған. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Болат Жарылғасов, 24 KZ.